Так, запись экрана жасадым. Так, Айерке ханымдікін көрдім, әдем шықты. И тапсырмасы Нұржамал ханымдікін тексерейік. Так, Нұржамал ханымдікі, так, мета, тайтларды көрдім, бодидің ішінде түсінікті. Алхимия душ, корейский сериалдар кетті мына жерде, AMG ашылды. Так, бір минус бар сізде. Мына жерде қарасаңыз, көрініп тұр ма қазір? Сізде қарасаңыз, мына AMG тегін аштыңыз да, оны жаппадыңыз. Мына жерде, оны жабу керек. Оны жабу керек, иә? Қарасаңыз, сізде мына жерде Какая строчка, номер қандай? строчка 14. 14. 14-ші строчка. Қарасаңыз, сізде мына жерде оны аштыңыз да, міне ашу деген, тегті ашу деген осы. Треугольник скобкамен ашылады да, треугольник скобкамен жабылу керек, иә? Мына div сияқты. Ашылған, бірақ жабылмаған. Иә. Поэтому div дегеніміз красный болып тұр ма? Иә, сол Ана үшеуі красный болып тұр, соны ойладым, не айтып тұр дедім де. дұрыс. Бірақ шыққасы Міне, бар. қызыл болса, оған назар аудару керек. Демек, бірдеңке дұрыс емес. Хорошо, қазір жетіп тастаймын. Аха, хорошо. Екінші ескерту, екінші такое замечание. Сізде мына жалпы бізде қазір жалпы ескерту. Яғни бізде қарасаңыздар, табуляция деген нәрсе бар. Табуляция деген сөз қатар-қатармен тұру. Мына жерде қарасаңыздар, document, HTML, head. Олар бірінші деңгейде тұр, иә? Және оның headтің ішінде басқа да тегтер тұр. Ол екінші деңгей, иә? Мына жерде body қарасаңыздар, ол бірінші деңгейде тұр, иә? Бірдей тұр. Және оның ішіндегі тұрған тегтердің барлығы екінші деңгей тегтер. Оны былай итеріп жіберу. Мына сияқты әдемі болу керек, айтқанда. Және, яғни элементтер біріншіне бірі кіретін болса, иә, тегтер, онда ішіне кірген тегті итеру керекпіз алға қарай. Таппасаңыз, өзі жылжиды алға қарай. Шы? Сонда код тазарақ болады. Көзге де жеңіл болады көрген кезде, қайсы элемент қайсының ішіне тұр, иә? Қай элемент қайсына қатысты. Так, әдемі. Без сізге. Так, мен стайл, осылай жазғанмын. Так, мына стайл мен былай жазғанмын дейсіз. Иә, дұрыс қой, дұрыс жазыпсыз. Мына жерде тоже бір ескерту. Енді бұның барлығы ескерту деп қабылдай беріңіздер. Бұның барлығы кодты сапалы жазу ғой, кодты әдемі жазудың түрлері ғой. Уақыт өте келе, сіз былай бір кодыңызды ашып қалған кезде түсіну керексіз да. Мына жерде, мысалы, мына AMG деген тегі, ол ненің ішінде тұр? Ол ненің ішінде тұр? Мен нақты түсініксіз, ішіне қарасам ғана түсемін да, мынау ол бодидің ішінде тұр, боди одан кейін div бар, divтің ішінде тұр деген сияқты. Түсініксіз? Сол себепті бөліп қойсаңыз әдемі болады. Мына стайлға қатысты тоже сондай. Бұны стайлды H1-ді төмен түсіресіз, екінші қатарға, және солай жазасыз, иә? Можно бір сұрақ айтуға? Өткенде сіз айттыңыз ғой, оны программа өзі түзетіп тастады деп. Мен сондай қылып істедім де, сосын түзетіп қойдым. Хорошо. Программа настройтуға болады. Программа настройтуге болады. Мысал ретінде айталық, сізде мынаның бәрі былай тұр дейік, бәрі бір қатарда тұр деп айталық. Мына мышканың оң жағын басасыз, менге запись жасап жатырмын, көресіз сосын. Сосын мына жерде формат документ деп тұрайық, формат документ. Осыны таңдасаңыз, барлығын жылжытса өзі сіз үшін. Түсіндіңіз ғой? Түсіндім. Супер. Так, соны қолданайық, жақсы инструментің бірі. Так, бізде Анжелика ханым орындап шықты барлығын, супер, оны көрдім. Бізде Даниал жібермеді, Ерлан мырза жібермеді, мен қателеспесем, қазір көріп шығын, жоғары жақтан Анжелика ханымнан да жіберді, мынаны вообще супер орындады. Так, мына жерді көрдім, кодты тоже көрдім, әдемі. Мына Ерлан мырза, так, сұрақ қойды. Ерлан мырза, Даниал мырзалар орындамады жұмысына, келесі сабақта орындап шығыңыздар. Өйткені әр сабақ маңызды, хорошо, бір-бірлерімен байланысты. Сол себепті орындаған абзалырақ, достар. Бір тақырыпты үй жұмысын жасамасаңыздар, келесі тақырыпқа кіру сіздер үшін қиынырақ болады. Қазірден бастап жасай беріңіз. Бұның барлығы фундаменттер. Осылардың негізінде сайт құрылады. Егер бір темадан қалып қойсаңыздар, арқада тұрып қаласыздар, жылжи алмай қаласыздар. Соны еске сақтаңыздар, маңызды нәрсе. Так, барлығы тамаша, көрдім. Бізде енді суретпен жұмыс істеп үйрендік, оны көрдік. Навигациямен жұмыс істедіңіздер, оны да көрдік. Навигация деген бір сайттан екінші сайтқа өту, иә? Көрдіңіздер оны сабақ 9-10-ды. Яғни бір сайттан сілтеме беру.
сілтеме беру деген сөз не? Яғни бір сайттан, бір парақшадан екінші парақшаға өту. Немесе ол ішкі навигация деп атайды. Сыртқы навигация деген бар, иә. Ол яғни бір, мысалы бассаңыз Инстаграмға апару, бассаңыз Фейсбукқа апару, иә. Бұны сыртқы навигация деп атайды. Так, түсінікті. Және мына жерге тоқтала кетейін. Семантика тегтарының категориясы. Қазір HTML5 деп атайды стандартты, HTML5 деп атайды. Не үшін HTML5 деп атайды? Так, кім қосылды? Ерлан мырза қосылған сияқты. Так, Ерлан мырза, мен сізді осында жүргізіп сабақ жүргізіп жатыр. Семантика деген сөз, иә. Семантика деген сөз бұл яғни мысалы HTML бұрын болған, HTML3, HTML4 дегендер болған, сосын HTML5 келген, айыр жылжып жатыр. Бұрындары бір ғана тегпен істей берген барлығын. Div деген тегпен, div, span деген сияқты, аз болған тегтердің. HTML5-те әртүрлі тегтер келді. Соған байланысты олардың аттары да өзгере бастады. Input type мысалы жаңағы өтесіздер оның барлығын. Бұл жерде маңызды нәрсе, мысалы қарасаңыздар, header деген, footer деген тегтар бар, солардың келуі. Сол семантика деп атайды. Және де біз мына жерде тізіммен жұмыс істеуді қарап шықтыңыздар ма? Тізім UL, иә. Так, сұрақ қойын. Тізім жасау үшін біз қандай тегті қолдану керекпіз? Up order деген болды ма? Up order деп жазылады, иә? UL. Аха, сосын UL болды. Ол не деген тег? Қандай тізім құру үшін, яғни список, біз қандай тегтерді қолдану керекпіз? Сұрақ қоямын сіздерге. Біз тізім құру үшін қандай тегтерді қолдану керекпіз? OL мен OL ма? OL, иә. Айырмашылығы не? Иә, дұрыс айтып жатырсыз. Айырмашылығы не? Айырмашылығы біреуі біреу маркермен көрсетіледі, біреуі біреуі нумерациямен кетті біздің случайымызда. Хорошо, нумерация деген қайсы нумерациямен көрсетіледі? Қайсы нумерациямен көрсетіледі? OL дегеніміз жасадық. Иә, OL, дұрыс айтасыз. Ordered list деген сөз. Ordered деген сөз реттелген тізім деген сөз. Реттелген деген сөз, ол жерде реттілік бар деген сөз. Яғни сан бар, 1, 2, 3, 4, 5, иә. Ал екінші тізім unordered list. Яғни ол жерде реттілік жоқ. Қойыла беріп, ол жерде нумерация жоқ. 1, 2, 3, 4 деген сияқты. Сіз айтқан сияқты ол жерде точка болады, иә. Так, түсінікті. Қойға бола ма осы жерде? Ау? Осы жерде сұрақ қойсам болады ма? Әрине, сұрақ қойсаңыз болады, әрине. Аха, мына жаңағы біз деген нумерованный список жасадық қой, OL мен, иә. Сонда егер де ол, мысалға менің случайымда 4-ақ болды қазірге, иә. Егер ол көп болса, мысалға оны автоматизировать етіп бір жерден алуға бола ма ссылкамен кейін, біз пока енді үйреніп жатқасын білмей тұрған шығармыз деп ойлап тұрмын, иә. Сосын екінші, ол мысалға Excel-де бар ғой өзі, алфавиту өзі жасайды, не дейтін еді, түзулеп береді мысалға мен жаңа хотела фильмдарды шыққан жылы бойынша қоюғашы, бірақ оны ол бәрі автоматически істемейді ғой, мен өзім істеуім керек болады да, сосын просто алфавитпен қойып қойдым өзім. А оны ол кейін автоматически бүйтіп істей ала ма? Ондай функциясы бар ма? Иә, ол істей алады, ол үшін сізге бэкэнд деген нәрсені үйрену керек. Яғни жаңағы бір мына неге бассаңыз, мысал ретінде фильтрация деген бар деп ойлайық, жыл бойынша киноны көрсеткен, оны басқан кезде киноның бәрі басқаша сұрыпталу керек, яғни сортировка басқа. Сол үшін сізге Excel-дегідей, иә, Excel болсын, басқасы, сізге сол үшін не керек, бэкэндпен істеу керек, ақпарат көп болғанына байланысты. Бірақ фронтенден істеу керек, бірақ бұл үшін, достар, енді бұндай сортировканы істеу үшін сіздерге кемінде бэкэнд демесек те JavaScript-ті білу керек. JavaScript осы кезде керек болады. Өйткені біз мысал ретінде сабақтар қазір қарасаңыздар, нумерация бойынша тұр, иә? 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты. Ал егер мен сабақты айталық керісінше қойғым келетін болса, мысал ретінде мына жерде, иә? Басынан бастап көрсетіп жатыр, мен мынаны басатын болсам, енді сабақты соңынан бастап көрсетеді, иә? Қарасаңыздар. Міне осы нәрсені істеу үшін, яғни бэкэнд керек емес десек, онда бізге JavaScript керек болады.
яғни сортировка, фильтрация үшін біздер достар JavaScript-пен дос болуымыз, иә. Яғни сол үшін біз айттық қой, JavaScript жандандыру үшін керек, яғни бір тірілту үшін сайтты. Ал сіздің қазір істеп жатқан нәрселер, оның барлығы былай әдемі болып тұрады, сайт көрініп тұрады, бірақ енді соған логин қосқыңыз келеді, регистрация істегіңіз келеді, бір фильтрация, поиск істегіңіз келеді, мына жерге басқан кезде, иә. Оның барлығын істеу үшін бізге яғни JavaScript керек болады. Бұйырса, бұны енді осы курс біткеннен кейін, енді мына курс біткеннен кейін, толық курс қой бар ғой кейбіреулеріңізде. Сол кезде біз JavaScript-ке кірсеміз, осының барлығын істейміз бұл жерде. Хорошо, рахмет. Аха, оқасы жоқ. Енді біз тізіммен жұмыс істейміз. Ау? Менде семантика деген сабақ ашылмай тұр. Так. Қарап көрейін, мүмкін материал не шығар? Тексеріп көремін. Хорошо. Бұл жерде маңызды ақпарат жоқ. Бұл жерде негізгі point, ключ, яғни аудару керек, назар аудару нәрсе. Ол не да? Бізде жаңағы сіздер тегтар, мысалы, қараңыздар. Мына жерде сайтты ашайын. HTML5 семантика деп терсеңіздер, мысалы көрсетейін, оны тізімі көп. Қазір мына жерден бізде веб-рек бар, біздің қолданатын. Қарасаңыздар, достар, біз осыған дейін дифтерді қолдандық, барлық қазір дифтерді қолданамыз. Қарасаңыздар, HTML5 деген бар. HTML5-те осындай тегтардың тізімі қосылған болатын. HTML5-те бұрын HTML болса, оның HTML5 деген шықты, жаңалау түрі. Ол жерде мынандай тегтардың барлығы қосты. Яғни семантика дейсіз, оның аты бар тегтар. Енді div, класс, header деп беру қажет емес. Header деп қосаңыз, мына жерде ол сайттың шапкасы. Біздің сайттың шапкасы не ол мына жерде? Мынау ғой, header деген. Басы. Вот мынау басы болғандықтан осы тегті қолданған абзалырақ. Яғни сіз мысалы сайт бірнеше нәрседен тұрады, макеті бар. Сайттың мына жоғары жағында тұрған нәрсе, ол header. Мына ішінде тұрған нәрсесі ол контент, яғни содержаниясы. Ал төменгі жақта қарасаңыздар, ол footer. Яғни сайттың табаны. Кез келген сайт осындай структурадан тұрады кемінде. Яғни оның header болады, шапкасы дейді немесе сайттың, оның содержаниясы болады, және де оның footer болады. Бұл макет. Және мысалы бір сабақты ашатын болсам, қарасаңыздар, мына жерде тағы да бір нәрсе қосылды, оң жақта. Бұл да бұл сайттың nav деп атайды. Бұл навигация үшін дейді. Яғни сайтты сабаққа байланысты ақпараттар қолдану үшін, кері қайту үшін сондай бір ақпарат. Бұл меню таз. Яғни бұны біз достар жаңағы кез келген менюні көрсеңіздер, бұны жаңағы UL тегі арқылы істейміз. Меню деген жаңағы мәзір ғой. Мәзірді көру үшін. Мысалы, мына жерде қандай мәзір бар, мына жерде мәзір жоқ. Міне, мына жерде мынау мәзір бар, иә. Так, бір сабақты ашайын. Мысалы, мына сабақты ашатын болсам, қараңыз, мынау мәзір. Меню кәдімгі сайтта меню. Осыған басу арқылы біз жылжи береміз, қарасаңыздар. Осыны біз UL тег арқылы қолданамыз. Мысалы, мынаны header деген тегті қолданамыз. Осы семантика деген осы. Яғни бұны сіз div деп қолдана бермейсіз әрқашан, яғни осы бір тегті қолданасыздар. Header, footer деген сияқты, article деген сияқты, H1 деген сияқты, егер сіздің парақшаңызда мысалы тақырып болатын болса, мына тақырыпты желательно H1 тегімен берген дұрыс. Желательно, достар, желательно. Бұл қатып қалған заң емес. Бұны ұстансаңыздар болады, ұстанбасаңыздар болады. Так, бұл семантика деген осы тақырып. Енді қазір біз бүгінгі тақырыпқа назар аударайық. Біз енді суретпен жұмыс істедік, навигациямен істей аламыз, бір сайтты бір парақшадан екінші парақшаға немесе басқа бір сайтқа тізіммен жұмыс істеп, меню құрып үйрендік. Ендігі біздің нәрсе үйренетін, так, 9 қателеспесем тізім жұмыс істедік, тізім, так, меню. Мына сабақ болады, меню қосып үйрену. Көрдіңіздер ме? Мен ашпадым, мен помню, бұны. Меню қосып үйрену деген сабақты қараңыздар, міндетті түрде бұл сайтқа кәдімгі меню қосу. Одан кейін біздің танысатын тақырып, мынау маңызды тег. Бұған назар аударыңыздар, достар. Div контейнер тегі дейді. Бұны ашып қарайсыздар, оқисыздар тоже. Негізгі мақсаты бұның айтайын. Бұл как контейнер сияқты. Мысалы, сізде жаңағы бір сурет ашатын болсам, телеграмда айталық. Міне, мынаны ашайық, соңғы мысалды. Мына жерде екі кітап бар. Екі кітап бар. Әр кітапте сурет бар, тақырып бар, және оған қатысты мәтіні бар. Үш нәрсесі бар әр кітаптың. Демек, сонда бұл қарасаңыз, әр кітапты біз div деген контейнермен қоршай аламыз. Кодты читабельный болу үшін. Ары қарай CSS-ті қолдану үшін. Бұлай жалпақ болып кетпейді кодтарыңыз, қарасаңыз. Мына жерде мен бір ашқаннан түсіну керекпін ғой. Екі кітап екенін. Қазір тұрған сайтта екі кітап екенін түсіну үшін мен мына бір div деп жазамын мына жерге. Оның ішіне им жетекті салам, h2-ні салам, және мына жерде p деген абзац тегін қоямын. Сонымен div жабылды. Ол бір кітап екенін түсінемін.
ары қарай екінші кітапта да тура солай істеу керекпін. Былай айтқанда div ол группировка үшін жасаңыздар. Div деген тег ол группировка. Хорошо? Так, бұл divке қатысты. Және де осындай келешекте бір группировка көретін болсаңыздар, барлық жерде заңдылық бар. Мына бір кітап, демек бұл бір группа. Демек мен бұны div деген тегпен қоршау керекпін. Бұның барлық не үшін істелінеді? Ары қарай бізде CSS деген ережелер бар. Стиль қосу үшін. Өйткені мына жерге мен әрқайсысын таңдап отырмаймын ғой, имже деп. Мен мына бір divке жазамын ережені. Класс мысалы book деп қоямын, класс book деймін. Болды. Ары қарата сол бір мына кітапке қатысты CSS ережелерін қолданамын. Бұл divке қатысты. Мынаны міндетті түрде қараңыздар және көп қолданыңыздар осыны. Және біздің танысатын жаңа тақырып ол CSS. Жақынырақ танысамыз. Бізде ол CSS пен жақын танысу және мына сабақ 16-ға дейін ғой, 10 қателеспесем 12-ден бастап деп алайық. 12-ден бастап 16-ға дейін болады біздің сабақтардың барлығы. Оны ашып қоямын, қазір тексеремін тағы да. Бізде CSS пен жақын танысамыз. Біз CSS не үшін керек деп айттық? Сұрақ қояңыз жерде. Жандандыру үшін дедіңіз. Нені жандандыру үшін? Структурасын жаңағы сайтымызда. Сайтымызда, Хорошо, түсінікті. Дұрыс емес па? Дұрыс айтыңыз, қабылданды. Яғни CSS пен жақын танысамыз, достар. Бізде бұл жерде мен қазір мынандай селектор дейді, атрибут. Мен қазір былай кестейін. Біздің қарапайым мысалды алайық. Алдыңғы. Так, image дейміз. Мына жерден мен бір папка құрып қойын. Қазір тікелей сіздер жаттау үшін ғой барлығы. Мына жерде мен бір нені алайын. CSS немесе CSS basic деген бір папка сіздетіп қойын. Основасы деген сөз. Basic деген сөз. Осының ішіне біз өзіміздің index.html-ді құрамыз. Index.html. Және де осының ішіне біз, достар, енді қазір түсіндірем. HTML5-ті таңдаймыз мына жерден. Аны былай қоямыз. Мына жерге CSS пен танысу. Қараңыздар, достар. Бұл жерде түсінікті барлығы. Біз осыған дейін CSS-ті қосу үшін өзіміздің веб парақшамызға біз қандай тег қолдандық? Біз CSS қосу үшін? Бүгін пландай бір не болды, тест болды, сіздер ұсталып қалдыңыздар ғой деп па? Қараңыздар, достар, style деген тегті қолдандық қой, стайл. Осындай сұрақ қойып тұрам арасында. Қараңыздар, достар. Қараңыздар, style деген тегті қолдандық. Біз айталық біздің сайтта қарапайым мысал болу үшін H1 тегті ашамыз. Бұл біздің парақшамыздың аты. Мысал ретінде CSS пен танысу, танысу дедік, түсінікті бұның барлығы. Мына жерге біз H1 дедік, және біз осыған біз бердік, осыған дейін color, мысал ретінде green дедік. Осыны біз тексеріп көрейік браузерда. Go live батырмасын басамыз. Go бастым. Go live батырмасын бастым. Енді бізде қарасаңыздар, достар, біздің H1 тегіміз жасыл түске үлесті, ауысты, қарасаңыздар. Color green. Ең маңызды нәрсе осы жерде, достар, маңызды нәрсе. Жаттап алыңыздар. Біз CSS-ті, бұл қосудың CSS-ті, парақшамыз қосудың екінші жолы бар. Және сол жолды қолдануға шақырамын. Өйткені біздің кодымыз үлкейген сайын, мына жерде CSS жазылып кете береді. Мына жерде назар аударыңыздар, HTML-да тек тегтер жазылады, ал басқа бір файлда CSS жазылады. Ол мына жерде былай болады. Мына жерде мысал ретінде main деп қояйық, басты CSS. Қарасаңыздар, біз өзіміздің CSS файлымызды құрдық, main.css. Енді осы жерге мына жазылған ережені біз аламыз да мына жерге вставить дейміз. Енді мына бізді қолданудың қажеті жоқ болды. Енді біз мына өзіміздің файлымызды құрдық қой, ережені жаздық. Енді соны жалғау керекпіз. HTML-мен жалғау керекпіз. Ол үшін не істейміз? Бізде арнайы link деп терсеңіздер, және мына жерден CSS деген бар. Үшінші. Соны таңдайсыздар. Link деген бізде бұл жалғау деген сөз. Осы тегті қолданамыз, достар. Естеріңізде сақтаңыздар. Бізде CSS-ті жалғау үшін link деген тегті қолданамыз. Ол жерге relationship деген rel деген сөзі style sheet деп жазамыз міндетті түрде. Және сол бір файл қай жерде тұр, соған жолды көрсетеміз. Егер барлық дұрыс болатын болса, мына жерге Ctrl, мысалы, мышканы бассаңыздар, сол жағын. Сіз мына файлға кіріп кету керексіздер. Style.css. Демек, дұрыс емес. Егер бұлай болатын болса, кірмесе,
unable to open, онда дұрыс емес деген сөз. Онда сіз мынаны аласыз да, жолы дұрыс емес көрсетілген. Нүктеден бастайсыздар. Өйткені екеуі бір папкада тұр екен, бір уровеньде тұр. Нүкте дейсіздер да, слэш, қарасаңыз мінекей біздің CSS файлымыз шықты. Соны таңдау керек. Рас дұрыс жалғанды ма деп тексеру үшін біз Ctrl басамыз. Міне, біздің CSS файлға апару керек. Демек, барлық дұрыс. Осы жерге назар аударыңыздар. Неге істемей жатыр деген студенттер сұрақ қояды маған. Өйткені мына жол көрсетілмейді дұрыс, аты дұрыс көрсетілмейді, CSS деп жазылған қойды соңында. Егер барлық дұрыс болатын болса, мына жерден Ctrl, мышканың сол жағын басамыз, мына бір файлға сізді көшіру керек. Так, енді келешекте осыдан бастап біз осы жолды қолданамыз, достар. Жақсы ма? Осы жолды қолданамыз CSS. Өйткені біздің қазір кодымыз үлкейе береді, ұлғая береді. Біз мына бір CSS осы жерге жазатын болсақ, біз түсінеміз, что мына жерде барлық CSS ережелер бар. HTML болып қалады, CSS болып қалады. Енді бұл бірінші нәрсе. Файлды жалғау CSS-ті. Екінші нәрсе, достар, бізде бұл тақырыпта үйренетін, біз мына бір h1 деген тегті бірінші біз қалай алдық, оны атрибут арқылы алдық. Қарасаңыздар, достар, бізде мына жерде мына бірінші нәрсені h1 дегенді. Бұл тег қой. Бұны негізі CSS әлемінде бұны селектор деп атайды. Бұны CSS әлемінде селектор деп атайды. Селектор. Яғни біз бұның мақсаты, яғни h1 деген сөз, бұл мына бір парақшаның ішінде h1 деген тегті таңдап ал, және CSS ережені қолдан деген сөз. Бұны түсінікті. Енді бізде одан бөлек мынандай нәрсе бар. Айталық, h1 емес, бізде мысал ретінде танысатын болсақ, div деген тегті қолданайық. Және осы жерге CSS пен танысу, CSS файлды жалғау деп қояйық, мысал ретінде. Және осыған, достар, біз мына жерде нәрсе назар аударыңыз, ол класс деген нәрсе. Класс бұған ат берейік, мысалы sub header, екінші header деген сөз. Қарасаңыздар, енді бізде div деген тегтің ішіне жаңа бір атрибут бар, ол класс деген атрибут бар. Бұл деген класс деген атрибутты кез келген тегке қоя аласыздар, кез келген тегке қоя аласыз. Және бұл не үшін істелген, не мақсаты, не бұны класс деген. Бұны сіз мына бір ішінде, мына бір CSS-дің ішінде оны жеңіл таңдап алу үшін. Өйткені бізде divтер бірнеше болғандықтан, осылай болатын болса, сіздерге мына жер div деп мысал ретінде тағы да айтайық. CSS үшінші сабақ. Немесе hello world десек. Hello world. Қарасаңыздар, егер біз былай жазатын болсақ, айталық, мына divке қолданғым келеді ережені. Div деген тег таңдап алдыңыздар да, оған color red деп қойдық. Түсінікті. Қарайық. Бізде орындалды divке барлық, енді div тегіндегі барлық элементтер ішіндегі қызыл түске ауысты. Мен айтқым келіп тұр, маған ережені тек мына бір бірінші ғана divке қолдан, мына бір ғана әсер етпесін дейсің. Ол кезде қалай істейміз? Ол кезде істеудің бірнеше жолы бар. Ең жеңілі бізге сол бірінші divке мына бір класс деген атрибутты беру, және оған екінші нәрсе, оған ат беру. Мысалы ретінде subheader. Енді біз бұлай оған мына бір CSS-тен енді оны бұлай таңдап ала аламыз, ұстап ала аламыз. Селектор деген сөз, қағып ал деген сөз, ұстап ал деген сөз. Яғни мына бір ішінен элементті ұстап алудың жолы, ол мына бір жолы осылай. Енді класс деп жазғандықтан, осы класс деген нәрсе бұл CSS-те нүктеге тең. Нүкте. Енді оның атын қоясыздар. Аты оның subheader-і. Ары қарай оған айтасың. Мына бір ережені соған ғана қолдан дейсіңді, мынаған тиіспе дейсің, болды. Енді қарасақ, бізде міне бірінші divке ғана әсер етті. Міне subheader дедік. Мына жерден қараймыз. Мына нүкте деген сөз классқа тең. Және subheader. Енді оның ішінен іздейді, HTML-дің ішінен іздейді. Міне класс таптым. Енді оның аты не? Subheader. Таптым дейді да. Оған мына ережені қолдан дейді. Яғни оны қызыл түске алмастыр. Так, бұны бәрін сақтап қоямын, кішкене ауырлау болып кетуі мүмкін. ID деген нәрсе, міне осының бәрін қарап шығып, негізі основа осы. Біз қазір екі жолын үйрендік. Бірінші ол тег арқылы таңдап алу, HTML-дан, екінші класс арқылы таңдап алу. Жақсы ма?
Так, болды достар, осы. Так, бітен сұрақ жауапқа оралайық. Сұрасам болады ма? Сонда тег арқылы мен класс арқылы деген қиындығына байланысты программаның қолданыла ма? Выбор болса мысалы. Негізі класстың мақсаты қиындыққа байланысты емес. Бұның бір мысал ретінде сізде айталық. Негізгі мақсаты достар переиспользование. Қайта қолдану немесе переиспользование деген сөз. Мысал ретінде айтайын, міне мына жерге subheader дегенге мен тағы бір ережені қолданайыншы. Оған font size мысал ретінде 20 болсын, пиксель, және оның қалыңдығы 500 болсын. Тексеріп көрейік. Қарасаңыздар, міне біздің мәтініміз ұлғайды 20 пиксельге, және ол жирный болды былай айтқанда, Қараймыз, тексеріп font weight 500. Енді менде тағы да бір HTML басқа жерде, басқа жерінде басқа парақшада болуы мүмкін. Тағы да сол ережені қолданғым келеді. Мысалы, мына жерде мен айтамды файлды жалғау, және де мысалы JavaScript-пен танысу, JavaScript-пен танысу, танысу деген бір сабақ бар. Енді мен тура соны да мына жерге қарасаңыздар, мына ережені қолданғым келіп тұр. Қайта жазғым келіп тұрған жоқ, мен оған былай мына жерге бір басқа класс беріп, оған мына ережені қайталағым келіп тұрған жоқ. Мен бар жоқ былай істей аламын. Мына бір қолдаған ережені сейсіз, жазған ережені өзіме қайттан қолданамын. Subheaderді қолдансам болды. Тура сол мына ереже мынаған да әсер етеді, қолданылады. Сонда мен кодты қайталамаймын, қайта жазбаймын басынан бастап. Міне переиспользование негізгі ключевой сөз бұл жерде переиспользование. Достар, жақсы, осыны стап көріңіздер, сезіп көріңіздер, жеп көріңіздер. Сосын түсініктірек бола бастайды. Хорошо. Так, болды, бүгінгі сабақ бітті. Бүгінгі сабақта көп нәрселер айтылды. Мына тікелей эфирді міндетті түрде қараңыздар. Жақсы ма? Жақсы онда. Жақсы. Сәттілік. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы демалыс болсын, жақсылап демалыңыздар. Сау болыңыз, рахмет.